Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Азаттык радиосуна 70 жыл. Армысыздар ағайын. Азаттык радиосында Мұстафа Шоқайдың дауысы сақталғанын білетін бедіңіз. Сол дауысты Қазақстанға алғаш әкелгенде Азаттык радиосының тілшісі болатын. Бүгін Азаттык радиосында сақталған Мұстафа Шоқайдың дауысы және Азаттықта 50-ші жылдары айтылған Мұстафа туралы хабарлар жайынан сөз қозғаймыз. Бұл туралы сіздерге әріптестеріммен бірге мен Қуанышбек Қари айтып беретін боламын. Алыста ауыр азап шеккен бауырым, ураған байше шекпей кеткен бауырым, қамаған қалың жаудың ортасында көл қылып көздің жасын төккен бауырым. Азаттык радиосы осы дауысты түрлі хабарларында беріп отырған. Әсіресе Мұстафа Шоқай туралы әзірленген хабарларда оның өз дауысы пайдаланылған сияқты. Радиода советтік жүйе қудалаған Алашорда және Түркістан автономиясы қайраткерлерінің қаза тапқан күндерінде арнайы хабарлар берілетін. Мұстафа Шоқайға арналған хабарлар туралы сәлден соң айтамыз. Дәл қазір Мұстафаның дауысы туған еліне қалай жеткізілгені туралы Саясат Бейсбайдың пікіріне құлақ түрсек. Саясат Бейсбай Азаттык радиосының Қазақстандағы алғашқы тілшілерінің бірі. Хасен Оралтай Қиял Сабдалиннің үйіне телефон соғып, Мюнхенге тәжірибеден өтуге 2 айға шақырады. 2 айдай сүрді, біраз радионың жұмыстарын үйреніп, қайтарда магнитофон, диктофон, жалпы радиоға керек нәрселердің бәрін алып қайтады пойызбен. Сол жолы жаңағы Мұстафа Шоқайдың дауысын естиді. Азаттык радиосынан. Сол дауысты, сол радионан әлсін Азаттык радиосынан беріліп тұрған. Соны Қиял Сабдалин қайтар жолында сол редакциядан көшіртіп алып Алматыға алып келеді ғой. 90-шы жылдары. Содан кейін соны Қазақ радиосындағы жігіттерге тапсырады беріп. Қазақ радиосы арқылы Қазақстанға тарайды. Мұстафа Шоқайдың жаңағы қазақ жастарына арнаған үндеуі ғой. Кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы жазып алып, телевидениедан да дауысын беріп тұрады. Сөйтіп бүкіл Қазақстанға кеңінен тараған дауыс сол Мұстафа Шоқайдың дауысын Азаттык радиосының алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин, Қазақстандағы тілшісі ғой, сол таратады. Бұл дауыс 1936 жылға тиесілі деп айтылып жүр. Сол жылы Мұстафа Шоқай Еуропада оқып жатқан түркістандық, яғни орталық азиялық жастардың алдында сөз сөйлесе керек. Иммигранттар да болған шығар. Бұл жерде біз Мұстафаның осы дауысы жазылған кезде әлі Азаттык радиосы құрылмағанын айтпақ едік. Олай болса, бұл дауыс Азаттык радиосына қалай жетті? Саясат Бейсбайдан сұрадық. Соғыстың алдында жазылып алып қалған екен, оны кім алып қалғанын белгісіз. Шамасы сол Парижде жазылып алған дауыс болу керек. Мұстафа Шоқайдың дауысы қазір Қазақстанда Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада да сақталған. Азаттықта ұзақ жыл қызмет атқарған Хасен Оралтайдың осы кітапханаға өткізген жеке қорындағы Мұстафа дауысы 3 бөліктен тұрады. Әр бөліктің басында дауыстың тембрі бұзылған. Азаттык радиосуна 70 жыл. Мұстафа Шоқай Қазақстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан және Тәжікстанды жеке-жеке атап, Түркістан осы 6 елден тұратынын еске салады. Онда Мұстафа тек Түркістан ғана емес, бүкіл түркі әлемінің бірлігі туралы айтады. Мұстафа Шоқай сөз арасында өз үндеуін Еуропаның әр тарапында жүрген және Түркияда тұратын Түркістан жастарына арнайтынын білдіреді. Ол жастарды ел бақытына қызмет етуге шақырады. Түркістан үшін жан беру бәрімізге мақсат, қасиетті міндет дейді ол. Мұстафа Шоқайдың сол дауысын бірге тыңдалық. Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан һәм Тәжікстан деп жат үкімет күшінің 6 jamhuriyatқа бөліп тұрған Түркістан бөлінбес айырылмас бір өлке.
Halkının kanı bir, tili bir, dini bir, maksadı bir. Türkistan'ın maksadı özünün tutuluşu, milli hükümetin kurup, serbest, boş, öz altına bir hükümet bulup durup, halka kökten bu жұмысқа alışıp, çalışıp, kan tөгüp, soğusup gelir. Ümitimiz zor. Memleketimizin geleceğine inanamız. Türkistan jastары ayrıca bu maksadımızga yetkizүүge talasıp, tırmasıp жатыр. Bizim maksadımız yalnız Türkistan'ın gene emes, bütün Türk ülkelerinin, bütün Türk halkının boş bulup, özara birlik, biradarlık bilen yaşap, sırtkı düşmanlara karşı özünün toluktuğun, hükümetinin toluktuğun bildirip koyu. Oyunumuzga jetemiz, talabımızı oruna getiremiz degen imanımız zor güçlü. Halkımız üstündeki jat hükümetin şu ne kadar ağır bolsa, bizim ona karşı çıgısımız o kadar mühim, o kadar güçlü olmak. Altta yürüp, yel gaygısını oylap, altta yürüp, yel gamını oylap, Avrupa'nın her tarafında yürüyen, bugün Türkiye'de turgan, Türkistan jastары, birleşsin de, senlerin birliklerin, senlerin birbirine kuş koşulların yerimizin bahtına hizmet etti. Bunu unutmayın. Bärimizin kubulamız, özümüzdün ata yurtumuz, ülkemiz Türkistan bulmak. Türkistan için ölü, Türkistan için can veru, bärimizge bir maksat, bir mukaddas vazife bulmak. Bunu unutmayın gerek. Мұстафа Шоқай өз сөзінде Түркістан халқын жік-жікке бөлінбеуге үндей отырып, санадағы бөтен елдің билігін ысырып тастауға шақырады. Бұл большевиктерге қарсы бағытталған үндеу болатын. Türk halkı, batır halk. Türk halkı arıstan yer halk. Kimden tayak jegendey, bizden Türktün balası, aldırıp жүрген düşmanga ağzının alası. Bu nakıl sözde unutmamamız gerek. Bärimiz bir bolsak, bizim jengdeytiğin jauımız olmaydı. Maksadımızga jetemiz. Onsuz bizim günümüz yok. Kurup ketemiz, bozup ketemiz. Kurmasımız için, bozmasımız için güçümüzü biriktirip, interestirip, birbirimizge yardım verip, yürümemiz gerek. Onsuz bizim günümüz karan. Bunu unutmayı gerek. Türk balası, unutmanglar, başlarındağı böten elдің hükümetin çıkarıp tastauga, аударып tastauga tırısınlar. Мұстафа Шоқай тағы бір тұста Мағжан Жұмабаевтың өлеңін оқиды. Ақын бұл өлеңінде түркі бірлігі жайында жырлаған. Қайраткердің ақынның өлеңін қалай түсіндіріп, қалай оқығанына құлақ түрсек. Türkistan'ın атақты şairi Жұмабайұлы Мағжанның Anadolu Türklerinin Qarul soğusu vaxtında Türk elinin birliği hakkında yazgan Alыстағы bavuruma attı өлеңі. Alısta ağır azap çekкен bavurım, uğragan bayşe şektey ketken bavurım, amagan kalın jaudun ortasında köl kılıp көздің жасын tökken bavurım. Aldыңғы ağır qayğı жатқан bavurım, ömürümşe jafa görgen jattan bavurım, tüksügen жүрегі tas жауыз жандар, тірідей terin tonap жатқан bavurım, apırmay yemes dedi altın altay, anamız bizi tapkan, asal tayday, bavurunda yürümek dedik salıp oynap, yüzümüz yemes dedi jarkın ayday. Alalı altın taka atıspat dep, tebisip bir töşekte yatıspat dep, altayday anamыздың ақ sütünden bir gemip, birge dämin tatıspat dep. Turmapet bizden üçün müldür bulak, fıldırlap, sılık taudan kulap, dayar bop, uskan ustay, sokkan kuyun, lesek bir tulpar deyine pırak. Altaydın altın günü yerkeletip,
келгенде жолбарыс боп жаңер жетіп, ақ теңіз, қара теңіз аржағына бауырым мені тастап қалдың кетіп. Мен қалдым жас балапан қанат қақпай, ұшам деп ұмтылсам да дамыл таппай, жөн сілтер, жол көрсетер жан болмады, жау қойсын бенді мені атпай. Қорғасын жас жүрекке оғып атты, күнәсіз тазағаным судай ақты, қансырап әлім құрып естен тандым, қараңғы абақтыға беріп жапты. Көрмеймін кеше жүрген қыр сайды да, күндіз күн, түнді күміс нұрлайды да, ардақтап, шын жібектей орай қорап, өсірген алтын анам алтайды да, ақырмай алдырдық па қалың топтан, жайылып қайтпай тұғын жауған оқтан, түріктің жолбарыстай жүрегінен, шынымен қорққан құлбып жаудан бұққан, шарқ ұрып еркін тұлған түрік жаны, шынымен ауырдыма бітіп қалы, от сөніп жүректегі құрыдыма, қайнаған тамырдағы ата қаны. Бауырым, сен о жақта, мен бұл жақта, қайғыдан қан жұтамыз. Біздің жақта лайық па, құл боп тұру. Кел кетелік Алтайға, ата мирас алтын таққа. Азаттық радиосына 70 жыл. Азаттық радиосында Мұстафа Шоқайға қатысты басқа да деректер сақталған. Әлгінде Алашорда және Түркістан автономиясы қайраткерлерінің қазасына арналған хабарлар жайында айтып қалдық қой. Сондай бір хабардың жазбаша нұсқасы бүгінге жетіп отыр. Бір қызығы, бұл хабар Азаттықтағы сол кездегі Орталық Азия және татар, башқұрт тілдерінде хабар әзірлейтін Түркістан редакциясында орыс тілінде дайындалған екен. Хабар 1959 жылы 27 желтоқсанда Мұстафа Шоқай қазасының 18 жылдығына орай әзірленген екен. Азаттық радиосында маңызды хабарларды басқа тілдерге аударып беру үрдісі бұрыннан бар, және қазірде де бар екен, еске салып қояйық. Шамасы бұл да әуелде қазақша әзірленіп, орыс тіліне аударылса керек. Хабарды әзірлеген адамның Тағыберлі деген тек ныспысы жазылыпты. Бұл сол жылдары Азаттық радиосында жұмыс істеген Дәулет Тағыберлі болса керек. Хабар барысында Мұстафа Шоқай опат болған 27 желтоқсан тұтас Түркістан үшін аза күні екен айтылады. Одан кейін қайраткердің 1941 жылы осы күні Берлиндегі Виктория Крайкенхаус ауруханасында қайтыс болған сөз болады. 18 жыл бұрын жүрегі тоқтаған Мұстафа Шоқай өзінің бар өмірін халқының бостандығы, бақытты болашағы және елінің көсегесін көгертуге арнаған. Ол еліміздің адал да көрнекі ұлы. Алаш ұлттық партиясының мүшесі бола жүріп, Мұстафа Бей Алашорда ұлттық демократиялық үкіметінің және Қоқан үкіметінің мүшесі болып сайланған, делінген орыс тіліндегі хабарда. Содан соң Мұстафаның өмірбаяны, саяси қызметі баяндалады. Ол Парижде жүргенде соғыс басталып, Мұстафаны Германия билігі ұстап қамап, саяси тұтқындар лагеріне жібергенінде айтылады. Алайда Мұстафа Бейдің беделін ескерген гитлерлік билік оны 15 күннен кейін босатып Берлинге келеді. Онда билік Мұстафаға түркістандықтар қамалған әскери тұтқындар лагерін аралауға рұқсат етеді. Соғыс тұтқындарының ауыр жағдайын көрген ол, Германия билігіне түркістандықтардың большевизм қорғаушылары емес екенін түсіндіріп, отандастарын лагерден босатып, оларға жағдай жасауға тырысады, делінген осы хабарда. Сонымен қатар Мұстафаның бұл әрекеті Германия өкіметіне жақпағаны, билік оның сүзекке шалдыққаны жайлы хабар таратып, кейін қаза тапқанын жариялағаны сөз болады. Хабарда Мұстафаның жесірі Мария Шоқайдың сол күндері, яғни 50-ші жылдардың соңында Парижде тұратыны, оның қайраткер жинаған бүкіл кітаптары мен архивтерін Париж ұлттық кітапханасының Түркістан халқы ұлттық қорына өткізгені айтылады. Біздің халқымыз коммунистердің 40 жылға созылған Мұстафа Шоқайды ұмыттыруға жұмылғанына қарамастан, оның атын қасиетті көріп есте сақтайды, деп аяқталады Азаттықтың 1959 жылғы 27 желтоқсан күнгі хабары.
Азаттық радиосына 70 жыл. Осы хабарда айтылған деректерді көзі тірісінде Азаттық радиосына берген сұхбатында, соғыс кезінде әуелі Германия тұтқынында, кейін Түркістан легионында болған ақын Хамза Абдуллин де қуаттайды. Қайтыс болу себебі ол алдында мынау Украина жерінде тұтқынға түскен қазақ, өзбек, татар балаларын бәрін аралап, солармен танысып, солардың қал жағдайларымен танысқан. Сонда бар мынау өте ауыр халда жүрген тұтқындағы мұсылман балаларын, Түркістан балаларын барлығын неден киімдерін өткізіп, өздері мойыншаға сүрткізіп, жаңадан киім әперіп, жақсы тамақпен қамтамасыз етіп кеткен болатын Мұстафа. Бірақ ол қайтып барысыменен Берлинге өзі үлкен науқастанып, сүзек болып ауруханаға түсті. Сол ауруханада жатып қайтыс болды. Сүзекке шалдығу себебі анау тұтқындағыларында жүрген қазақ балаларын кейбіреуін сүйген сияқты. Олармен көп жақындасып, амандасып, көп сөйлесіп отырған жағдайлары болған. Содан жұқтырып келген ауру көрінеді. Түркістан легионында дара атымен танылған Мәжит Аятбектің Мұстафа Шоқай жайлы өлең жазғанын подкастымыздың 9-шы эпизодында айтқанбыз. Ақын қайраткерді капитан деп астарлайды. Капитан өлді, біз қалдық. Дауыл соқты қаттырақ. Патша болды бір тантық, басында тәж асты тақ. Тентек толқын жынданып, шатырлатты кемені, жүк ауыр деп сұмданып, атты суға нешені. Азайтты бізді антұрған, пасық надан мас патша, қандасына бір туған, дұшпаннан да қас патша. Меңгер алмай кемені, жартасқа соқты ақыры, жендетті ертіп бір-екі, қашуға жетті ақылы. Суға кетті көп адам, толқынға қарсы тұра алмай, осынша жанның жасаған, кетеме қан сұралмай. Астанадағы ұлттық академиялық кітапханадағы Хасен Орылтайдың жеке қорында Азаттық радиосының Мұстафаға қатысты басқа да деректер сақталған. Мәселен, Түркістан редакциясында Бердімұрат деген адам қол қойып әзірлеген хабарлардың бірінде Мұстафа Шоқайдың Советтер билігіндегі Түркістан кітабының 1935 жылы Парижде орысша шыққан аудармасына шолу жасалады. Бұған қоса, Хасен Орылтай 1978 жылы 20 ақпанда әзірлеген Қоқан автономиясының құлағанына 60 жыл толған туралы хабарда да Мұстафа Шоқай туралы айтылады. 1979 жылдың 5 қазанында тағы да Хасен Орылтай әзірлеген Яш Түркістан журналының 50 жылдығына арналған хабардың жазбаша нұсқасы сақталған. Бұл журналды Түркістан ұлт азаттық қозғалысының органы ретінде Мұстафа Шоқай Еуропада шығарып тұрған. Яш Түркістан журналының 1939 жылға дейін 117 саны жарық көрген. Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада Хасен Орылтайдың жеке қорында журналдың барлық саны сақталған. Подкастымызды Азаттық сайтынан, әлеуметтік желіден немесе подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар. Азаттық радиосына 70 жыл.